Бұл Қазақстанның жері. Оны ата-бабамыз қанын төгіп тастап кеткен және табиғатымыздың сұлулығына көз тоймайды. Ол өзіміздің ұлттық аманатымыз болып саналады. Аманатымызды қастерлеп, қорғауымыз керек еді. Бірақ Қазіргі таңда әлеуметтік желіде Қазақстанның табиғаты туралы әртүрлі туристер мен жергілікті халықтың пікірлері қызу талқылауға түсуде. Біз осындай кең байтақ Қазақстанның жерімен мақтану қажет едік. Алайда кей жердегі ластану деңгейі шаңды қынжылтады. Береговую линию вдоль горной реки Сайрам-Су в Туркестанской области очистили от мусора. Әсіресе осындай ластанған жерлерді жинауға бағытталған экопоходтарды жасауға көптеген адамзаттың жұмыс күші, олардың уақыты, мемлекеттен бөлінетін алып қаражат үлкен проблема болып табылады. Пластик қалдықтары қазіргі экологияның ең күрделі мәселелерінің бірі. Қазақстанда коммуналдық қайта өңдеу үлесі 2025 жылдың соңында 28,16% көрсеткенімен, іс жүзінде нақты екінші шикізатқа айналатын бөлігі бар болғаны 1,1% ғана құрады. Бұл қалдықтардың едәуір бөлігі әлі де табиғатқа, полигондарға немесе аралас қоқыстарға кететінін көрсетеді. Әртүрлі аса өзекті мәселелерге цифрлық шешімдер жасап жүрген Назарбаев зияткерлік мектебінің командасы ретінде біз де осы проблеманың шешілуіне өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Сондықтан да сіздерге пластик атты жобамызды таныстырғымыз келеді. Біздің шешіміміз жасанды интеллект арқылы сұрыптауды қолданатын автономды ластанған жерлерді тазалайтын робот. және де біздің дрон камерадағы фотоларды жасанды интеллект арқылы өңдеу арқылы пластиктерді анықтайды және қоқыс табылған жағдайда осы жердің координаталарын сақтап алып, роботқа осы жерге келу керек екені туралы сигнал жібереді. Роботымыз SG-90 сервомоторлары мен DC қозғалтқыштарының көмегімен қоқысты жинап, Raspberry Pi камерасы арқылы сұрыптайды да арнайы биостансыға жеткізеді. Ал ол жерден қайта өңдеу зауыттары пластикке екінші өмір сыйлайды. Мен Мұрат Филаман, осы жобаның көшбасшысы болдым. Ал Сейітнов Әділет жасанды интеллект алгоритмдерін жасаса, Манкеев Аян жергілікті компаниялармен келіссөздер жүргізді. Ал Нұрлан Саян презентация және жобаның сыртқы визуализациясын жасаған болатын. Және де біздің жасанды интеллект алгоритмдеріміз осы GitHubқа жүктелген. Назарларыңызға рахмет. Жобамыз ұнады деген үміттеміз.